Әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы Әзербайжан президенті түркі халқын біріктіру үшін қазақ тілін таңдауды ұсынғаны жайлы ақпарат тарап жатыр. Бұл қаншалықты рас? Бірге тексерейік. Тараған ақпарат мәтінінде Әзербайжан президенті Гейдар Алиев барлық түркіні біріктіру үшін қазақ тілін таңдауды ұсынған. Себебі қазақ тілінде араб, иран сөздері аз және ол біздің ата-бабамыз сөйлеген ежелгі түркі тілдері көбірек кездеседі делінген. Алайда бұл ақпарат зомби-фейк, яғни толықтай жалған. Себебі мұндай мәлімдеме 2021 жылдың қарашасында да тараған және бір қатар медиа жалған екенін де жазған. Бірақ кейінгі уақыттағы геосаяси жағдайға байланысты қайта тарай бастады. Неге фейк? Біріншіден, ел арасында тараған суретте Әзербайжанның қазіргі президенті Ильхам Алиев көрсетілген. Алайда қайтыс болып кеткен Гейдар Алиев ұсынды деп жазылған. Екіншіден, түркі халықтарына ортақ тілі туралы айтылып жүргеніне біраз уақыт болса да, нақты шешім жоқ. Оның үстіне жақында өткен түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде мұндай мәселе мүлдем қарастырылмаған. Үшіншіден, әлеуметтік желіде тараған мәтін бұған дейін 2011 жылы саясаткер Расул Жамалының қазақ тілі түркі халқының ортақ тілі ретінде ұсынған мәтінінде ұқсастық бар. Фейк ақпараты таратушы мәтінді сол жерден алуы мүмкін. Әлеуметтік желілерде түркі тілдес халықтың интеграция тақырыбына бағытталған бұдан басқа да ақпараттар тарап жатыр. Оның ішінде Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанға қатысты фейктер де бар. Бұл геосаяси жағдайдың тұрақсыздығына байланысты болуы мүмкін. Біздің сайтты оқып, видеоларымызды бақылап отырыңыздар. Ақпараттық гигиенаны бірге сақтайық.